Ақтөбедегі антитеррорлық операция түс мезгіліне дейін Нұр-Ақтөбе ауданында да жалғасты. Тұрғындардың айтуынша таңғы сағат 4-тен бастап атылған оқтың дауысы естілген. Олар осы ауданнан бірнеше жедел жәрдем автокөліктері мен арнайы техникаларды және полиция қызметкерлерін көргендерін айтады. Ақтөбе қаласында қарулы топты ұстау операциясы бүгін осы Нұр-Ақтөбе мөлтек ауданында жалғасқан. Таңғы 6-лар шамасында басталған атыстардан жақын маңдағы тұрғындар шошына оянып, үйден шыға алмай қалғандарын айтады. Куәгерлердің сөзінше, осы аудандағы 10-шы, 12-шы, 16-шы үйдің маңында түні бойы полицейлер терактке қатысы бар адамдарды қолға түсіру шараларын жасаған. Ал шабуыл жасаушылар жаңадан салынып жатқан үйлерге тығылған көрінеді. Атыс болды, сартылдатып, гүрсілдетіп. Оның ішінде не болып жатқанын кім біледі? Ешкім де білмейді. Бірақ ішінде гүрсілік, тарасыл, атыс, вертолет төбеден ұшып жатқан. Сағат сол таңғы 4-5-те таман естідік қой. 2 вертолет ұшып жүр. Сол маңдары жүр. Бала шағамыз бар, бәрі қорқып далаға шыға алмай, бәрі сөйтіп отыр ғой енді. Кешеден бері қорқып жүрміз. Кеше уже автобустар тоқтап тастады ғой мына жерде. Жедел жәрдем ауруханасына таң атқалы 5 жедел жәрдем көлігі жараланғандар да келген. Дәрігерлер қазір олардың өмірімен күресіп жатыр. Кешеден бері тағы да жарақатпен түсіп жатқан аурулар бар. Бірнеше адам түсті. Атылған жарақатпен, кесілген жарақатпен әр аурулар көмекті алды. Қатаң аурулары бар. Өлген ауру жоқ бізде. Қалада орын алған оқиғадан мұнда 18 адам түскен. Олардың 5-еуі қару-жарақ дүкендеріне шабуыл жасағандардың қатарында болған. 4-еуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Бүгін мұнда облыс әкімі Бердібек Сапарбаев болып, антитеррорлық операция кезінде жарақат алған ұлттық ұланның әскери бөлімшесі мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жағдайымен танысты. Облыс басшысы ем-домға қажетті дәрі-дәрмектер және өзге де қажетті материалдар жеткілікті екенін атап өтті. Жедел медициналық көмек аурухана базасында да, Ақтөбе облыстық ауруханасында да қажетті дәрі-дәрмектер бар, қанның қоры жеткілікті, және де біздер денсаулық сақтау министрлігімен тікелей байланыста отырмыз. Кешегі күні бізге арнайы республикалық санитарлық авиация келіп, осы жерде кеңес жасап кетті. Тікелей байланыстамыз. Ануарбек Мырзатайұлы, Жұлдыз Алмазқызы, Миран Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.